Бүгінгі біздің тақырыбымыз Сары Алпыс қызының өмір жолы. Біздің мақсатымыз өскелең ұрпақтың рухани адамгершілігін дамыту, қоғам туралы және бақытты балалық шақ туралы ой қалыптастыру. Сары Алпыс қызы Назарбаева 1941 жылы 12 ақпанда Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданы Қызылжар ауылында дүниеге келген. Сары Алпыс қызы Назарбаева Қазақстанның қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың зайыбы. Білімі жоғары, мамандығы инженер-экономист. Сары Алпыс қызы Бөбек қайырымдылық қорының негізін қалаушы. Қор көмекке зәру панасыз балаларды өз қамқорлығына алып, өскелең ұрпақтың рухани адамгершілік тұрғысына білім алып, тәрбиеленуіне мән береді. Ел баласын мәпелеп саялаған, әр баланы жан-тәнімен аялаған, біледі үлкен кіші бар еңбегін, бала үшін күш-жігерін аямаған. Жайсаң жанды кең пейіл асыл, биік тұлға шуақ шашқан бар балаға. Басына тірек болып қолдап жүр, аман саулық тілейміз Сары анаға. Сары Алпыс қызы 80 жасын биылғы жылы тойлап отыр. Бөбек республикалық қоры республиканың барлық аймақтарында жетім және мүмкіндігі шектеулі балаларына, көп балалы отбасылардың балаларына қолдау және көмек көрсету бойынша балалар қорын ұйымдастырды. 1994 жылғы шілде айынан бастап СОС детские деревни Казахстана қорының президенті. 1999 жылғы наурыздан бастап демография қайырымдылық қоры қорғаншылық кеңесінің төрайымы. Сары Назарбаева бірқатар кітаптардың авторы. Алтын жүрек халықаралық сыйақысының лауреаты. Өзін-өзі тану философиясына және оқу мәдениетіне зор үлес қосқаны үшін Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медаль марапатына ие болған. Жетім балалардың мәселелерін шешуде ерекше еңбегі үшін СОС Кенедров халықаралық қорының алтын медалін иеленген болатын. Сары Назарбаева дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының халықаралық сыйақысының өсіп келе жатқан ұрпақтың рухани қалыптасуы, қайырымдылық және денсаулықты сақтау саласында жемісті еңбегі үшін Гурманжан Датка сыйақысының лауреаты. Қазақстан Республикасының құрметті білім қызметкері. Мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты болып табылады. Сары Алпыс қызының өскелең ұрпақ үшін еткен еңбектері орасан зор. Өзінің еңбектерінің нәтижесінде республиканың барлық өңірінде жетім балалар үшін отбасылық үлгідегі балалар қалашықтары құрылып, үміт жасөспірімдер үйлері ашылуда. Президент зайыбы республикамыздағы колледждер мен жоғарғы оқу орындары және училищелерде білім алып жүрген балалардың жағдайларына ерекше назар ұстап келеді. Сары Алпыс қызы осындай жастарға ай сайын Бөбек қоры арқылы қайырымдылық көмек көрсетеді. Президент зайыбы өзіңді өзің тан атты балаларға рухани адамгершілік, білім беру және тәрбие беру идеясының авторы болып табылады. Сары Алпыс қызын биылғы 80 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Сары Алпыс қызына зор денсаулық, отбасына амандық, балаларының риясыз күлкісін тілейміз. Сары Алпыс қызының біз үшін жасаған жақсылық